Білім алу мезгілді де, мерзімді де талап етпейді. Оған ұлы ғұламаларымыздың бесіктен бейітке дейінгі білім жиған ғұмыры дәлел. Дәл осы жолды өмірлік мақсатына айналдырған Құрбан әкеміз 1951 жылы Киров атындағы Қазақтың мемлекеттік университетінің биология топырақтану факультетіне түсіп, 1956 жылы аталған факультетті дарвинизм және генетика мамандығы бойынша бітіріп шықты. Оқуды бітіре салысымен жолдамамен сол 1956 жылы Кентау қаласындағы Пушкин атындағы мектепке химия, биология пәндерінің мұғалімі болып қызметке кірісті. Өзінің талапшыл мінез, зерек зердесі Құрбан әкемізді алға сүйретті. Ол 1958 жылы Қазақтың Абай атындағы мемлекеттік педагогикалық институтына конкурс бойынша жұмысқа қабылданды. Студенттерге дәріс оқи жүріп, ғылыми жұмыспен айналысты. 1972 жылы Ленинград қаласында Герцен атындағы мемлекеттік педагогикалық институтында кандидаттық диссертацияны қорғап, биология ғылымының ғылыми атағын алды. Жақсының сөзі жанға азық. Ол кісінің шәкірттері еліміздің әр аймағында абыройлы қызмет етіп келеді. Өздерінің студенттік шақтарын ұстаздары Құрбан Кенжеев есімімен бірге сағынышпен еске алады. Ол кісінің авторлығымен шыққан өсімдіктер физиологиясының практикумы атты оқулығы бойынша студенттер күні бүгінге дейін білім алуда. Құрбан әкеміз 1955 жылы Бүбила Байғара қызымен тағдыр қосып шаңырақ көтереді. Құрбан Кенжеұлы мен Бүбила Байғара қызы екі қыз бір ұлды дүниеге келіп, армандай аялап, бақшадай баптап, жақсы тәлім тәрбие берді. Тас тауға, шыбық бауға айналды. Еткен еңбек, төккен тер, адамға шабыт қана бермейді, өкінбес өмір сыйлайды. Аяулы анамыз ұзақ жылдар бойы Алматы қаласындағы нөмір 4-ші мектеп-интернатының биология пәнінің оқытушысы ретінде қызметін атқарды. Білім ісінің үздігі, Москва қаласындағы және республикалық көлемінде өткізілген байқаулардың жеңімпазы. Кенжеева Айгүл Құрбанқызы 1962 жылы қыркүйектің 29 жұлдызында дүниеге келді. 1980-1985 жылы Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтын дефектология мамандығын аяқтап шықты. 1991 және 1994 жылдар аралығында Айгүл Құрбанқызы Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтында олигофренопедагогика кафедрасында білімін жетілдірді. 2002-2008 жылдары Қазақ еңбек және әлеуметтік қатынастар академиясында бухгалтерия, есеп және аудит мамандығында бакалавр атанды. Тынымсыз алған білім жолын педагогикалық жолмен ұштастырған Айгүл Құрбанқызы 25 жылдық еңбек өтілімінде саналы ұрпақтың болуына себепкер бола білген дара тұлға. Кенжеева Гүлжан Құрбанқызы 1956 жылы тамыз айының 6 жұлдызында Алматы облысы Жамбыл ауданы Қарқаралы ауылында туған. Гүлжан Құрбанқызы жастайынан білімге ерекше ден қоя білген оқу озаты атанып, 1973-1978 жылдары Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтында жаратылыстану география факультетінің химия, биология пәндерінің мұғалім мамандығын аяқтаған. 1978 жылдан бастап номер 1 Алматы Қазақ мемлекеттік гуманитарлық педагогикалық колледжде оқытушы болып жұмысқа тұрды. Колледж қабырғасында жүріп, 1993-1994 жылдары сырттай оқу бөлімінің әдіскері болды. Өз жұмысын сүйе білген Гүлжан Құрбанқызы 1994-2014 жылдары директордың ғылыми әдістемелік жұмыс жөніндегі орынбасары лауазымында болды. Өз пәнін оқытудың әдістемесін және мазмұнын жетік меңгерген ұстаз, 20-дан астам ғылыми әдістемелік мақалалардың және сиқырлы орман сауат ашу, әліппеш сауат ашу, биология трек схемалар оқу құралдарын жарыққа шығарған педагог.
Қалалық ұстаз кәсіподақ ұйымының құрмет грамотасын бірнеше рет марапатталған. WorldSkills Алматы 2021 аймақтық чемпионатында әдістемелік көмек көрсетіп, бірінші-екінші орын иегері атанды. Қажырлы еңбегі бағаланып, Қазақстан Республикасы білім беру ісінің үздігі, Ыбырай Алтынсарин белгісінің иегері атағын алды. Гүлжан Құрбанқызы педагогика саласына өмірінің 35 жылын арнаған, әлі де осы жолда еңбек етіп келуде. Сіз жұмысқа көп жылдар арнадыңыз, жақсылықты жақсыға жалғадыңыз. Енді міне бейнеттің зейнеті бұл, зейнеткерлік кеп жатқан алдағыңыз. Еткен еңбектің еренгені кімге де болса қуаныш, көңілге үлкен медет. Гүлжан Құрбанқызы, біз сізбен қашанда мақтанамыз.